Сәлем баршаңызға, бүгін ең дәмді курник дайындаймыз. Ең алдымен жылы суымызға жылы сүтімізді құйып, кейін 2 ас қасық қантымызды қосып ерітеміз. Үстінен 1 шай қасық тұзымызды қосып, кейін тірі аштықымызды салып ерітіп аламыз. Аштықымыз толыққанды еріген соң үстінен сұйық майды құямыз. Кейін үкіштен өткізілген ұнымызды 3 қайтара қосып, қамырын илей бастаймыз. Қамырын шамамен 5-6 минуттай илейміз. Илеп дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 20 минутқа қоямыз. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Салмасына кез келген фарш етін қолдансаңыз болады. Фаршымызға езіліп, ұсақтап туралған пиязымызды және ұсақтап туралған картопты қосып, үстінен тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Көтеріліп дайын болған қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге кесіп аламыз. Яғни әр бөлікті 80 граммнан өлшеп бөліп аламыз. Дайын бөліктерді алып, бір шетке қоя тұра, бетін жауып, әр бөліктің шетінен алып, қамырын жая бастаймыз. Дайын бөліктерді бір-бірлеп ұнсыз жайып, ішіне фаршын салып қалауыңызша түйесіз. Түйу әдісін видеодағыдай етіп жасап көріңіз. Негізінен курникті көбіне үшбұрышты етіп түйеді. Барлық курниктарды түйіп болған соң, бетін жауып, простойкаға 40 минутқа қоямыз. Көтеріліп, дайын болған курниктердің бетін жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Курниктерімізді қызып тұрған пеште 160 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Курниктеріміз пісіп шықты. Дайын болған курникті 5 минуттай суытып, шаймен ұсынуыңызға болады. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын!